Енді естілді ма маған айтсаңыздар? Бағланға жашы, прямой деп. Өзі білет. Прямой деп, Әсел Жанпейісова естілді ма? Машаллах. Қуаныштымын. Бабаназарова Малика. 2020 жылғы бірінші түпсана болады ертең. Иншаллах сағат 14:00-де болады. Арнайы парақшада болады. Естіліп тұрма Дамира Маматалиева кезет. Бала денсаулығына байланысты аффирмация айтсаңыз. Айнұр ханым екеулеріңіз. Дәулет қалайсың? Дәулеттен. Айнұр ханым екеулеріңіз бір уақытта кірмеңіздер істейді ма? Сен шығып кеттің ғой, мен сені көрдім ғой жаңа. Өнер қыландар аффирмация деп шоу жазып жүр, олар тек Аллаға сеніңдер деп жатыр ғой сонда дейді. Аллахқа сенбеуді кім айтып жатыр сіздерге? Аффирмация деген не? Жақсы сөйлеу. Аллах тағаланың өзі айтқаны бар, жақсы сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер. Аффирмация деген осы. Кішкене сауаттық болу керек қой. Айнұр ханым, менің сұрағыма жауап беріңізші, бай болудан қорқам, қалай құтылам айтыңызшы. Не үшін қорқасыз? Значит, сол байлықпен байланысты қандай зацепка болды өміріңізде, қандай қиындық болды? Қаржы сабағы бітіп, психология сабағы, түп сана басталды десе Дәулет. Жалпы балалардың өміріндегі балалардың аурулары, то есть балалардағы болатын диагноздар, в основном 99% ата-анасының қорқынышы ғой. Ата-анасының жаңағыда қорқуымен. Ата-ана болғанда да анасы көбінесе. Анасының қорқынышы баласына беріледі. Ну, допустим, балам сотталып кетеді, балам ажырасып кетеді, балам ауырып қалады, бірдеңеге ұшырайды. Көп жағдайда машинадан қорқатын әйелдер болады ғой. Өте қатты қорқады. Солардың балаларында часто авария болып жатады қайта-қайта. Инстаграмда 30-тар көбейіп кетті Тұрсынбектен Баяннан. Ну, ол жақсы ғой. 30-тың көбейгені сіздерге беріліп жатқан мүмкіндік қой. Мысалы үшін кешегі Тапаева Бибінұры ұтып алды, мен 100 миллион теңгелік пентхаусты. Ол өмірінде оны сатып ала алмас еді ғой. Аллах тағала беретін сондай бір код берді да оған. Ана бергісі келсе фоточкадан бересі болады. Кешегі Дәулеттеннің 30-сында 7 квартира болды. 7 квартира болды. Оның көбісі жатақханада тұратын қыздар алды, мысалы, ипотекаға өздері қиналып отқандар. Олар никак ала алмайтын еді да. То есть бүгін ертең емес қой. Бірақ күнде Құдай бере салды да. Сондықтан бұл 30 дегеннің барлығы сіздерге беріліп жатқан мүмкіндік, одан қашпаңыздар. Мен Каусармын, жасым 9-да. Сізді тыңдаған ұнайды. Мамам үнемі сізді тыңдап жүреді. Аллах разы болсын сізге. Көп қойдым. Әмин. 9 жастағы Каусар. Түпсана сабағы ертең басталады. Ертең сағат 14:00-де басталады. Бұл 2020 жылдағы бірінші түпсана. Жаңа жылыңызды, алдағы ғұмырыңызды қалай өзгерткіңіз келеді. Ертең қатысаңыздар болады. Бір нәрсені айтайын, біз неден қорқамыз? Біз бір нәрсені бастаудан қорқамыз. Басқа жұмысқа кіруден қорқамыз. Уборканың өзін үйде ертең бастаймын. Ремонт ертең бастаймын. Диета ертең бастаймын. Вот қазір бастаңыз. Айнұр ханым, сіз түсімде көрдім. Қазір бастаңыздар. Кешке болсыншы, сабақ 14:00-де басталады, сосын бір тәулік сақталып тұрады. Бір тәулік бойы сақталып тұрады. Түнде көресіз ба, таңда көресіз ба, уже өзіңіз қарайсыз оны. Бізде енді сағат әлі кешкі 8 енді болды. Сол үшін бұл біздің нормальный уақытымыз. Бүгін сабақ өтетін парақшада кішкене зависать етіп қалды. Өйткені адамдар көп хат жазып жатыр. Қосыла алмай жатыр да. Мен сіздің ұтысқа қоятын пәтеріңізді ұтып аламын. Бұйырса деп айтамыз, иншаллах. Бәрі алаяқ шетінен, әйтеуір алаяқпен ақша табу. Алаяқпен ақша табу емес, алаяқтықпен ақша табу деп айтқыңыз келген шығар, Сосын әйтеуір емес, әйтеуір. Бары емес, бәрі деп жазылады. Бір айландырған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сөйлемнің ішінде бір қате, 2 қате, 3 қате, 4, 5, 6, 7, 8 Стайтек деген парақ кісі 7 сөйлемнің ішінде 8 қате жазып қойыпсыз. Егер сіз осыны Айнұр Тұрсынбаеваның тікелей эфирін аңдамай
кітап оқып өз өзіңізді дамытқан болсаңыз, хотя бы сауатты жазуды үйреніп алатын едіңіз да, өкінішке орай. Сол үшін мен сізді шығарып тастайын, уақытыңыз өзіңізге қалады, кітап оқыңыз. Не қыласыз менің парақшамда? Сіздің сабағыңыз асыға күтудемін. Аллах зейініңізді ашсын. Ручка всегда керек. Ручка постоянно керек. Стамбулға көшіп кеткен жоқпын, уже қайтамын. Бұйырса ұтамын. Сана кітап уже шығып қойды. Бірақ сатылымға ертең 15 күні уже старт басталады. 15 күні. 25 мың кітап сатылады. әйтеуір деп жатыр ғой. Сізді түсімде көрдім. Мені что-то түсіне көп көріп жатыр. Ашуланбаңыз. Дейді Қайырбекова. Сіздер ашуланып отырған адамды айыра алмайсыздар ма? До такой степени адамның көңіл күйін айыра алмайсыздар ма? Ашуланып отырған адам. Өткенде анекдот айтып күліп отырсам, бір қыз жазыпты. Неге жылап отырсыз деп. Мен ойлаймын, адамдар сонда вообще сезім мүшеміз даммай кеткен ба деп ойлап қалам. Жұмыс таба алмай жатырмыз. Спокойствие керек бірінші. В первую очередь спокойствие. Будьте спокойны, болды, табасыз. Спокойно табасыз. Сана сабағыңызға қатысыңызшы, кішкене жүректі тынышталдыру, миды тынышталдыру туралы айтамыз. Айнұр ханым мен үшін нағыз мотиватор ол тек сіз. Адамның жүрегінің түкпірінде жатқан ойды тура жеткізіп айтасыз. Сізге ерекше көңілім толады, керемет жан. Мақпал Баймұш. Маған деген құрметіңізді Аллах сізге еселеп қайтарсын. 1000 еселеп қайтарсын. Үлкен рахмет. Кітап сатылатын бағасы 6000 теңге болу керек. Біз енді оптым беріп тастадық кітаптың бәрін. Дөрекіліктен қалай айырылуға болады? Стоп. Өзіңізге стоп қойып отырсаңыз, постоянно дөрекілікке кетіп жатқан кезде, дөрекілік дегенде не, сіздің қимылыңыз ба? Арнайы йогаға бармасаңыз, биге барсаңыз, сізге күшті көмектеседі. Сосын медитация. Дөрекілік деген энергия ғой. Мысалы үшін ер азаматтарда энергия көп болғанда көп боқтайды, айқайлайды, энергияны ол бір жаққа төгу керек қой, деп шығарады. Сол сияқты сізде ол энергияның көптігін білдіреді, оны тиімді пайдалану керек. Ақтөбеден жалынды сәлем. Барлығына бірдей ұнау мүмкін, әлбетте мүмкін емес. Вообще бақытсыз адамның бірінші бейнесі қандай дегенде Джон Кех айтады. Ең бірінші бақытсыз адам дейді, елдің бәріне ұнағысы келеді. Мысалы үшін өзінің үйі былығып жатады, біреу көмекке шақырса шауып барады. Потому что қорқады да, мені ұнатпай қалады ма деп. Сол сияқты елдің бәріне ұнағысы келеді. Сізді по-любому ұнатпайтын адам табылады. По-любому. Ибалы, инабатты, сыпайы қыз болғым келеді, қолымнан келер емес. Шын болғыңыз келсе, қолыңыздан келуші еді. Видимо, қатты тырысып жүрген жоқсыз. Қанша ақша тапсам да берекелі емес, не істесем болады. Вообще, ақша берекесі жоқ деген сөз, ол қанша тапсам да берекесі жоқ деген сөз емес. Просто сіздің күн көрісіңізге табысыңыз жетпейді. Сіз ақша тапқан кезде нақты программамен жүрсеңізші, осы ақшаға осындай продукт алам, осындай киім алам, осындай зат алам. Болды. Ол списоктан шықпаңыз. Сонда береке болады да. Сіз ақшаны, видимо, көп аласыз да, магазинге кіресіз, нан алуға кіресіз да, магазиннің ішіне жаңа йогурт, сок, шоколад бәрін көтеріп шыға бересіз. Қажетсіз жаратасыз, наверное. Сізді тыңдағым келеді. Меруерт Тиянды, рахмет. Барлықтарыңыз үлгересіздер. Ертең қайда? Ертең кешке шейін сақталып тұрады, тем более. Әпке ашушаң болып кетіп, іштарлық пайда болған секілді. Но бірдеңе влиять етіп тұр ғой сізге. Не әсер етіп жатыр? Ашушаң болып кететіндей. Іштарлық, неден іштарлық пайда? Видимо, сіз өз жолыңыз жүрмей жатыр да, қасыңыздағы жолы жүріп жатқан адамдарға кішкене дұрыс емес көзқараста болып тұрған шығарсыз, иә? Успокоиться надо кішкене. Ішіңіз бүйтіп напрягаться етіп тұр да, миыңыз напрягаться етіп тұр да, бүйтіп кішкене злая болып тұрсыз. Сондықтан успокойтесь. Сізге бұйырған несібені ешкім ала алмайды. Вот осы нәрсені біліңіз. Қазақтың бір ауыр сөзі бар. Құдайдың берген несібін Құдайдан безген көре алмас дейді. Іштарлық деген не? Біреуге анау күйеуі мынандай болып кетіпті, күшті күйеуге тиіп апты, ақша тауып апты, машина алып қойыпты, үй алып қойыпты деп қызғану, бұл іштарлық, иә? Айтып тұрмын ғой. Құдайдың берген несібін Құдайдан безген көре алмас дейді. Оны Алла беріп тұр да ол адамға. Яғни ол адамның несібесіне таласу, қызғану, бақытты ғұмырына қызғану
бұл уже Аллах тағаламен былай текетілеске. Неге сен оған бересің, неге маған бермейсің? Я же заслуживаю, мен істеп жатырмын ғой, мен күштімін ғой, а ол неге сен оған? Вот это зависть дұрыс емес. Санди Бексырға, жан қалайсың? Энергияны қайдан аласыз? Білімнен алам. Данный момент білімнен алам. Сандиша жан, Стамбулға келсеш, Санди. Астанаға келемін, бұйырса бір 2 аптаның көлемінде Астана, Алматы қолына қайтам. Айнұрапке азалмай жатыр мотивация беріңізші, Гүлназ Избасарова. Во-первых, ол сіздің азалмай жатқаныңыздың аз жағындағы психосоматикасын білу керек. Не үшін? Сіз бір нәрсені уайымдағанда тамақты көп жей бересіз ба? Самооценкаңыз енді однозначно азалмай жатырмын дегеннен ақ белгілі, что сіздің самооценкаңыз түсіп кеткен. Қазір әлбетте өз-өзіңізге күшіңіз келмейді. Адам бір нәрсені қатты қаласа, слишком важный деп ойласа, ол нәрсеге жете алмайды. Мысалы үшін бәленбай 3 күннен кейін бір жігітпен кездесу керекпін, соған дейін арықтау керекпін. Или болмаса тойға 2 апта қалды, мен арықтау керекпін. Ондай кезде көмектеспейді. Өйткені слишком важный, да? Сондықтан снижайте важности, Зеланд айтады, иә? Отпускайте ситуацию. Сол үшін тамақ жеген кезде тамақты жек көрмеңіз. Не үшін жек қойдым, көп жек қойдым, майлы жек қойдым, қашан арықтаймын. Это бесполезная диета. Иә, мінезді дұрыстасаңыз, өмір дұрыс қалады. 100% дұрыс келісемін сізбен. Толғақтап дұға, толғақтап аффирмация. Бүкіл дұға, аффирмация бәрі орындалады толғақтың кезінде. Мен де ашулансам, үйді қопарып қайда жинаймын. Это энергияңыз көп. Азу үшін ауызды тыю керек дейді Санди Бексырға. Тез арада көп ақша табу техникасы бар ма? Спокойствие, полное спокойствие. Сізбен және Гүлбаршын Заировамен бірге жұмыс істегім келеді, сіздердің көмекшілеріңіз болып. Ойбай, бізде көмекші көп қой. Мен ертең сабаққа қатысайын десем, ақша лақтыратын Каспий Голд. Оны сол WhatsApp-қа жазсаңыз жауап береді. Қателеспесем, народында болу керек. Керек сөздер, мынау бесплатный сабақ қой, рахмет. Кел, Сандиша, күтем. Аллахтың жаусын. Айнұр ханым, күйеуімді кешіре алмай жатыр, не істеуге болады? Бұл жерде мәселе кешіре алмауда емес. Біз қандай жағдайда кешіре алмаймыз? Өзімізден де кінә бар екенін кезген кезде кешіре алмаймыз. Сіз күйеуіңіз емес, данный сіз өзіңізді кешіре алмай тұрсыз. Қалай мен упускать етіп қойдым осындай нәрсе жасағанға? Асықпа ойланыңызшы. Сіздің мына кінәлауыңыздың артында все-таки күйеуге емес, претензия өзіңізге. Бәсе кішкене түсініп қойыңызшы. Санди, күтем. Тегін сабақ үшін рахмет. Рахмет, Сандишка. Санди Бексырға міне. Кез келген адамның, кез келген биік деңгейге жетіп кететінін көрсеткіші бізден айтады ғой. Дженнифер Лопес айтпай ақ қой бізге. Арнольд Шварценеггер керек емес, Джек Ма керек емес, болмаса Роберт Кийосаки, ол біздің елде емес, Қазақстанда басқаша, Қазақстанда жемқор, Қазақстан халқы кедей дейсіздер. Міне маңайымызда тұр ғой, Санди Бексырға қалай үлгі тұтам десеңіздер де, қазақтың қыздарының қандай дәрежеге шейін өсуге болатынын көрсетіп жүр. Санди Бексырға кез келген өнер адамдарын алыңыздар. Мықты Қуаныш Шонбай, міне қандай мықты мотиватор да. Мысалы үшін айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақовты айтайық, Қайрат Нұртасты айтайық. Осы сіздердің жұтқан ауаны жұтып, сіздер жеген тамақты жеп жүріп та сондай керемет дәрежеге жетіп жатыр. Мықты дәрежеге жететін адамдармен сіздердің айырмашылықтарыңыз бірақ нәрседе. Атақ бәрі бірдей. Ішетін тамағыңыз, жұтатын ауаңыз, оқып атқан біліміңіз бәрі бірдей. Бірақ нәрсе өзгеше, ол ойлау жүйесі ғана өзгеше. Біреу мақсат қояды, сол мақсатына қадам басады. А біреулер сол мақсатына қадам басқан адамдарды аңдып отырады да. Соған қарап отырып, қалай сол өзгере салады? Сол түпсана сабаққа қатысса болды ма? Үй оның әкесі анандай, не ғой? Оның дауысы бар ғой. Оған Құдай сондай талант беріп қойған ғой. Құдай оларға мақсат беріп қойған да. Жақсы ойлай алатын қабілет беріп қойған. А бұл қабілеттерді сізге де беріп қойған, на самом деле да. Түпсана мен 90 күндік сабаққа қатысып жатырмын, Аллах. 90 күндік марафон енді бомба болып жатыр, иә. Күйеуім ата-анамды сыйламайды, не істесем болады ары қарай. Бұл жерде енді күйеуіңізден көрі сіздің Айжан, сіз Стамбулға келдіңіз бе? Машаллах, маған WhatsApp-қа жазсаңызшы.
хабарласайық та. Күйеуіңіз ата-анаңыз сыйламаса, бұл жерде бірінші сіздің кінәңіз бар. Елдестірмей келшіден дейді ғой, әйел көп рөл атқарады. Егер сіз екі ортадағы қарым-қатынас жөндеймін десеңіз, жөндей аласыз. Күйеуіңіздің айтқан әке-шешеге, әке-шешең айтқан күйеуге жеткізіп келіп керек емес. Вот осындай нюанстарға мықты болсаңыз, сіз жөндей аласыз. Сандишка жаным, рахмет, саған рахмет. Кеше ғана Сарада айтып жатыр, бәріміз айтып жатырмыз. Санди Бексыға деген біз тіпті реклама үшінде емес, реклама жасап та қарып жатқан жоқпын. Қай қалада болсам да қыздары. Сандидің қыздарының мен мінездеріне, тәрбиесіне риза болам да. Үйге келіп, шашыңды тарап, бет аузыңды бояп, тік тұрып қызмет қылып кетеді да. Елдер айтады, танымал адамдар, реклама үшін да мынау деп. Вот именно біз реклама жасап та қарып жатқан жоқпыз да. Соған қарамаса. Потому что Сандидің өзі сондай, кішіпейін да, и командасы сондай. Аллах берекет берсін, Сандишка жаным. Иншаллах, үлкен Дубайда, Стамбулда үлкен салондарының ашылғанының куәсі болайық. Кетіп ақтауды жазбай, жанындағы анасынан сұраса болады ма? Жазу керек. Действие надо. Мұхтар Маратович, келсем. Бірінші цель, потом действие. Күйеуіме жыным келеді, менің жек көретін әдеттерім оның бойында бар. Вот, поэтому сіз өзіңізді жек көріп тұрсыз ғой. Сіздің өзіңізден жек көретін, сіз жек көретін әдеттер оның бойында бар да. Сіз жақсы көретін әдеттерін көруге тырысып көріңізші. Ол 100% жек көретін әдеттен ғана тұрмайды, оның жақсы қасиеттерде, жақсы мінездерде бар ғой. Іздеп көріңізші. Жамандықты, кемшілікті көруге бір сәт соқыр бола тұрыңызшы. Санди Бексырға самый лучший визажист, просто огонь. Согласна. Айнұр ханыммен 28 күн оразаны ұстап жүреді. 2 күннен соң туысқандар деген чат ашылып, мені қосып қойыпты. Сіз айтып едіңіз ғой, сонда чат құрыңыздар деп. Машалла, сол чатқа махаббатыңызды білдіріңіз, жазыңыз. Қазақ тілімен сіз сөйлемегенде кім сөйлейді? Айнұр ханым таза сөйлеуді сізге үйретпей ақ қойсақ. Рахмет. Мен қазір мен вообще қазақша оқығанмын 11 мектепте де. Ауыз әдебиет түгел 30 өмірімде кітапта ұстап көрмеген едім, қолыма. Аяқ астынан 40-қа келгенде Зеландты, Кеханы, Луиза Хей түгел ноты шоқып кеттім. Одан кейін күн өтіні Москваға шапқылаймын, вебинар қараймын, YouTube тыңдаймын, түгел осы сабақтарда. Сосын бір айызы қанып дейтін қазақтың сөзі ғой, айызым қанады да көп сөздерді. Соны қазақша жеткізсем кішкене бір мягкий болып қалады. Айнұр ханым күйеуім тола алмай жүр. Тамақ берсеңізші, тамақ. Жұрттар артықтай алмай жүр. Мен туған күнмен құттықтаңыз, туған күніңіз құтты болсын. Рахмет сізге, қағазға жазу арқылы реніштен құтылдым. Просто сізде желание болған ғой, құтылам деген. Желание болса бәрін жасауға болады. Желание болса финансовый положение өзгертуге болады. Желание болса моральный поддержканы алуға болады. Желание болса. Біз мысалы үшін көбінесе күйеулермен ерегіскен кезде әйелдерде желание жоқ та өзгерді. Ол оңбаған жексұрын көргім келмейді болды дейді да. Сосын совет сұрап келеді ғой. Сонда бірақ совет күтеді да. Таста да кетіп қал деген сөзді күтеді да. Сосын айтпайсың ғой, сен өзгер, оны өзгертесің десе, жоқ ол өзгермейді дейді да. Онда маған не үшін келіп тұрсың? Онда ажырас та кет десең, вот сол ажырас деген сөзді өзі ажырасып кетсе, жаңағы жауапкершілік бар ғой ол. Не үшін ажырастың деген кезде Айнұр Тұрсынбаева айтты деу керек қой, біреу кінәлі болу керек та. Или шешесіне айтады, или сол күйеуін қосыла жамандайтын біреуге айтады да. Сосын ана адам қосылады да, құрсын құтылу ол адам болмайды, оңбаған дейді да. Дейді да. Значит, ол точно жаман адам дейді да. И бітті күйеуімен ашық вайна, открытый вайнаға шығады. Өйткені жауапкершілік мойнынан түсіп қалды да, ана біреудің мойнына артып қоя салды. Бұл ең оңай ход. Оны, мысалы үшін, күйеуге тиіп жатқаннан қанша болды? Өткен айтады, 18 жыл болды. 18 жыл болды, ол адам болған жоқ өйткені. 18 жыл болды сен ол арақ ішіпті, жұмыс істемепті, жатыпты, 18 жыл алысыпсың. Ну, теперь тактику меняй хотя бы, 1 жыл өзгеріп көрші, 18 жыл өлген жоқсың ғой, тұрып жатсың ғой да. 1 жыл шыдаш, 1 жыл шыда да, кішкене өзгертіп көрші көзқарасыңды, өзіңді өзгертіп. Терпение, конечно, жының атет, нервің атет, маятник жұмыс жасап кетеді, жыныңы кеп тұрады, өлтіріп қойғың келеді. Өз-өзіңді қарғап сілейсің, құдай-ай, осындай өмірге қайдан тап болдым, бүйттім, сөйтсің.
Ұрса кешіруге бола ма? Не үшін ұрды? Не үшін ұрды? Сіз жертвасыз. Поэтому кешіресіз, кешірмейсіз, вам түкте шешпейді ол. Ол тағы да ұрады. Сосын состояниені өзгерту керек. Айнұр ханым, сәлематсыз, процент ақша алғанбыз, көбейіп кетті, берекесі кетті, не істесем екен, басым ауырып кетеді. Сабаққа қатысып көрдіңіз бе? Сынақ қой. Менің қорқынышым басым түпсана. Сертификат алуға барғанда мен өз мақсатымды салмақ тастап барамын, сізге бұйырса. Рысжан Мұратқызы, вот мен сізді запомнила. Рысжан, сертификат алуға барғанда салмақ тастап барамын. Қанша салмақ? Конкретно айтыңыз, мен сізді сол салмақпен күтем. Если реально сол салмақпен тастап келетін болсаңыз, мен сізге күшті подарка жасаймын, обещаю. Әпке, көзімді қарыздан аша алмадым. Туған туысқандарға көңіл бөлу керек. Лята, я вас так хочу обнять, Ахметжан. Ринатова, туысқан, кедей туысқандарымызға, жағдайы жоқ туысқандарымызға көңіл бөлмеген кезде бізге қарыз деген проблема басымызға түсе бастайды да. Қарыз деген. Потому что сізге туыстарыңа көмектес деген Аллах несібе берді, туыстың несібесінде сіздің пейіліңізге беріп тұрды, сіз оларға берген жоқсыз, сосын Құдай оны алып қояды да, қарызға беріп атасыз, кіріп кетесіз. Қарызға беріп қойып аламай қаласыз. Кредитке кіріп кетесің, примерно сондай. 28 күндік марафонның оразаның садақасын күйеуіме берсе бола ма? Күйеуіңіз берсе болады, сіздің атыңыздан, конечно, береді, болады. Аяғы ауыр келіншектерге жүктілік жеңіл болу үшін қандай сүре оқимыз? Ықылас фатиханы оқыңыз, дұға жасаңыз, Құран тыңдаңыз постоянно. Тем более аяғы ауыр кезде балалардың құлақ есту қабілеті күшті дамыған болады. Айнұр ханым, сәлематсыз, сізді кухняда тығылып қарап отырмын. Жолдасым сізді тыңдама дейді. Ешкімнің ақылын тыңдама дейді. Тыныш жүр дейді. Не жетпей жүр саған дейді. Бізде Аллаға шүкір, сонда да сізді тыңдағым келеді. Күйеуіңіздің негативінің ар жағында не бар екен, мен оны біліп тұрған жоқпын. Сізге, наверное, кішкене өзгеру керек. Өзгеру керек. Наверное, сіз біреу бірнен айтса, соған тез ілесіп кете беретін шығарсыз. Күйеуіңіз соны мінезді білетін шығар. Күйеуіңіз енді мені білмейді, ана психолог, мына психолог бәрінің не айтып жатқанын білмейді ғой. Сол үшін сіздің ілесіп кеткеніңізден қорқатын шығар. 4 жастағы балам сөйлемейді, не істесе болады, врачтар ем берді, көмектеспейді. Құлақ ести ма? Әдетте құлақ еститін бала сөйлейді. Логопедке апарыңыз. Жұмыс жасаңыз, балаңызбен сөйлесіңіз. Аффирмация айтыңыз. Менің балам өте шешен сөйлейді, менің балам өте таза сөйлейді. Аффирмация. Үлкен күнәлардан қалай құтыламыз? Үлкен күнәлардан құтылу дегенде мен Құдай емеспін да. Күнәларды кешіретін бір Алла ғана ғой. Бірақ Аллах тағала айтады ғой, пендем менен кешірім сұрауын тоқтатпаса, мен кешіруін тоқтатпаймын дейді. Сондықтан бәрін кешірем дейді, тек маған серік қоспаса болды дейді. Сосын Аллахтан алдында кешірім сұраңыз, тәубе қылыңыз. Әлбетте Аллах сізді кешіреді. Неге ашулысыз, Айнұр ханым? Білмеймін, сіз өзіңіз ашуланып, видимо, мен солай көріп отырсыз-ау деймін, мен айтып ашуланып жатқан жоқпын. Баламды ұрса берем, өзімді потом ненавижу. Сәуле ханым, түпсана байлыққа қатысыңызшы. Көңіл күйіңіз керемет болып тұрған, жүзіңізден нұр шашып тұр, рахмет. Қарным ашса тамақ жегім келеді, неге деп сұрақ қоятын шығарсың да. Аяғы ауыр келіншек Мәриям сүресін оқыңыз дейді. Вот, міне күшті нелер айтып жатыр, иә. Қыздар, сабаққа қатысыңыздар, өзгеріс керемет, тамаша дейді. Шалқар Баева 72 күйеулерің де қатысың, рахмет сізге үлкен. Картамен казиноға салынған адамды қалай қойдыруға болады? Тек қана шыдамдылықпен қойдырасыз, біріншіден. Екіншіден, егер сіз неге барасың, неге ойнадың, тағы отылдың ба, тағы барасың ба деп тиісе беретін болсаңыз, ол өршиді. Оны қорқытып қойдырып алам, ұрсып қойдырып алам десеңіз, 10000% қателесесіз. Қорқыту, үркіту, оны одан сайын ерегістіріп аласыз, одан сайын ушықтырып аласыз. Тіркейді, үлгермей жатыр. Ертең азанға шейін түгеліңізді тіркеп шығады. Ертең түске шейін спокойно тіркелесіздер. Балам уайымшыл, үйленуге ақша жоқ, не істеуге болады? Балаңыз үйленетін болса, үлкен бала болса, ол өзі шешеді ғой.
Жолдасым 3 жыл болды, тұрақты жұмыста жоқ, не істеймін. Ну, бұл үлкен тақырып қызда, бірақ сөзін айта салмайды. Бірақ мотивация. Мақтау керек деп айта берейін десем, мына жақта бір кісілер. Сіз не көріп отырсыз? Сколько просмотров? Не. Тараздан сәлем. Түпсанаға тіркелу тегін емес, ақылы. Қыздар мынандайда кез келген ситуацияны өзгерту үшін күйеуіңіз болсын, басқаны болсын, естеріңізде болсын, адамды адам өзгерте алмайды. Егер сіз өзіңізде өзгеріс болмаса, өзіңіз күйеуіңізді жек көріп тұрсаңыз, өзіңізге осы ситуация ұнамай тұрса, сіз өзіңізде негативтен құтыла алмай тұрсаңыз, өзіңіз біреуге ренжіп тұрсаңыз, өзіңіз недовольная болсаңыз, сіз маңайыңызды өзгерте алмайсыз. Бір нәрсе айтайыншы. Өзіңіз өзгерісті бастамай, күйеуімді қалай өзгертем, балама не істеймін? Бірінші сіз өзгерсеңізші. Сіз өзгерген кезде сіздің айналаңыздағы адамдар өзгереді. Мен айтқан едім ғой, естеріңізде ме? Мен өзім 2016 депрессияда жүрген кезде, хотя менің атақ абыройым бар, айтысқа қатысып жүрдім, өлең жазам, елге жақсы нәрселер айтып жүрдім да, бірақ бүкіл Инстаграм мені жұлатын былай. Оңбаған, ұятсыз, мен өзім спокойно состояниеға түстім, жүрекке тыныштық орнаттым, миыма тыныштық бастала бастады. Қараңыздар, солай басталды. Аллах тағала маған бүкіл адамдардың махаббатын ашып қойды да, менің қаншама миллиондаған оқырмандарым өзгеріп кетті. Айнұр ханым, кезінде сізді жек көргенім үшін кешіріңізші деген хаттар айтайын ба қанша? Мен сізді ғайбаттаған, бүгін бір қыз жазып тұр, мен сізді ғайбаттап қойдым, Құдай үшін мені кешіріңізші деп тұрды. Сондықтан сіз айтасыз, мен бір күйеуім өзгермейді, ол мен қайынсіңлім өзгермейді, ол ужасно өзгереді. Мен сіздерге айтамын, гарантия берем, өзгереді. Егер ол адам өзгермесе, сіз жақсы болып өзгеріп кетсеңіз, Аллах тағала сізді ол адамнан ажыратып тастайды, өзі ақ. Онда Айнұр ханым, не істеймін деп менен сұрамайсыз. Сіз парасат биігіне көтерілгенде, сіз дамыған кезде менен ақыл сұрамайсыз. Сіз өзіңіз дамисыз, сіз өзіңіз білесіз уже вы сами психолог. Менің күйеуім бұрын сізді жақтырмайтын еді. Алланың құдіретімен кеше түнде ютубтан сіздің 2 эфиріңізді көріп, ойы өзгеріп кетті бір түнде. Ертең бірге қатысамыз, иншаллах, сабаққа. Бақыт ханым 87. Аллах тағала отбасыңызға бақыт берсін. Күйеуіңізге дұға сәлем, Алла разы болсын. Мен өте сенгішпін, мені көп алдап қоя беретін естесін, потому что сіз жертва. Сіз жертвасыз. Сіз өзіңіздің установкаңыз сондай. Мені бәрі пайдаланады, мені бәрі көп алдайды. Мен болсам ақ көңілмін, мен сондай аңқаумын, мен ашықпын. На самом деле сіз қандай ақ көңіл, аңқау емес, сіз просто ақмақсыз, ренжімеңіз. Ақмақтар алданады. Аңқау адамдар емес, ақ көңіл. Просто ақмақтар алданады. Аллах бәрімізге разы болсын, Габдулина. Көбісі менің бетінде сепкіл басып кеткен дейді, сосын мен көшеге шығуға ұяламын. Көбісі деген кім ол? Кім көбісі? Елдің бәрі айта ма, жоқ, бір-ақ адам ба? Шын айтыңызшы. Біз енем екеуміз 4 рет қатысамыз. Иншаллах, ертең ата ене туралы көп нәрсе айтуға тырысайын, я? Иншаллах. Сіздерге пайдам тисе, мен қуанам. Елден кетпеңіз, өтінем, никогда кете алмайым. Ел менен кетіп қалмаса, мен елден кете алмайым. Мен самооценканы асыруға өзімді жақсы көруге кірістім. Нигора Усманова, машаллах. Правильный питанияға өттім. Это результат. Сам себе визажист курсына барып жүрмін. Довольно радостно бұл. Нигора, бұл результат. Бұл просто сабаққа қатысып, тыңдаушы болып, ән тыңдағанда кайфовать етіп отыру емес. Сіз уже действияға көштіңіз. Это мощный результат, Нигора. 2 жылда мен сізге 10000% гарантия беремін. Сіз басқа Нигора боласыз, басқа адам боласыз, басқа линияда, басқа потокта боласыз. Қашан үй алам деп көп ойлаймыз. Көп ойласаңыз, ол нәрсе сізден қашады. Көп ойлау деген важность. Слишком маңызды болған нәрсені көп ойлаймыз. Қайтем де қаратам. Мысалы үшін қыз бен жігіттің отношениясы басталғанда, қыздың бірақ арманы болады. Қайтсем де тиіп алу да. Ол оңбаған ба, ұятсыз ба, жоқ, тию керек та. Тем более после 25 қыздың лампочка жанады да, байсығап кетем ба деген.
и тиіп алды ойлап тұрады да, ол ажырасқан ба не волнует, әйтеуір жанталасып жүріп тиіп алады. Көп жағдайда 90%-інде жігіттер алмай кетіп қалады. Не үшін? Қызда мені алыс екен деген, қайтсем қаратам, қайтсем тием. Көп деген қыздар өз өмірлерін осылай талқандап жатыр да. Қайтсем де күйеуге тием деген нәрсені. Менің өз адамым өз уақытында келеді. Сіз мені қайтсем тием деген қорқыныш болмау керек. Керісінше еркекте болу керек. Мен адан айырылып қалам ба деген. Если сізде самооценка жоғары болса, сізде білім болса, сіз кез келген жағдайда ақылды кеңес бере алатын болсаңыз, сіз ол кезде қорықпайсыз. Күйеусіз қалып кетем ба, мені алама алмайын ба деп. Ол кезде ол жігіт қорқады да. Менің сұранысым тіптен оқымайсыз неге. Ассаламу алейкум, Абзал Мусаев. Абзал, уалейкум ассалам. Қарыздан қалай құтыламыз? Тыныштық, жүрекке, миға тыныштық келмей құтыла алмайсыз. Проблемадан құтыла алмайсыз. Жаным сол, сізге рахмет. Кәдімгідей сіз таза ауасыз ғой дейді. Киви номер жіберіңізші Каспий Голдтың дейді. Киви бар ма екен, мен ол жағын білмедім. Ене мені жақтырмайды, негатив толы іші. Кез келген адамды жамандайды. Мақпал ханым, біріншіден сізде өте бір жаман қазір балынада тұрсыз, сіз енеңізді жек көріп тұрсыз да. Енені жек көру деген сөз күйеуді қабылдамау деген сөз. Мың жерден сіз жақсы көрдіңіз күйеуіңізді, мың жерден оның қасында жатырсыз, мың жерден сонымен бақыттымын. Сіз оның анасын қабылдамай тұрсыз. Күйеуді анасынсыз қабылдау, анасы жаман, әкесі оңбаған деп өзін құр өзін бүйтіп қабылдап алам деп болмайды. Өйткені сіздің күйеуіңіз екі адамның қанынан тұрады. Ол біреу шешесі, біреу әкесі. Ол шешесінің қанын қабылдамай, мен күйеуімді жақсы көрем, бірақ оның шешесі жаман адам. Так не бывает, қыздар. Сіздің бойыңыздағы бүкіл жақсы қасиет әке шешеңізден келіп тұр. Сіздің бойыңыздағы бүкіл жаман қасиет әке шешеңізден келіп тұр. Сіздің түріңіздегі мұрныңыз әкеңізден, ерніңіз шешеңізден, құлағыңыз әкеңізден, дене бітіміңіз шешеңізден, әкеңіздік сияқты аяғыңыз қысқа, апаңыздық сияқты саусақтарыңыз қысқа, атаңыз сияқты смуглаясыз бәлкім. Примерно солай да. Бұл тек. Сондықтан сіз енеңізді жақсы көрмейінше, жаңа айтады, елдің бәрін жамандайды, бүйтеді, сөйтеді. Тек қана 24 сағат елді жамандап отыра ма енеңіз? Олай емес қой. Енеңіздің жақсы да қасиеттері бар ғой. Оның 1000 жақсы қасиеті болуы мүмкін, бірақ жаман мінезі болуы мүмкін, наверное, біреулер жамандап айтып қояды. Сіз сол 1000 жақсы қасиетті көрмей тұрсыз да, бір жаман мінезін көріп, мына жерге жазып отырсыз. Енем жамандай береді. Сіз де енеңіз маған жамандап отырсыз. Сіз чем лучше енеңізден? Сондықтан сіз енеңізді қабылдамайынша, менің енем алтын адам демейінше, сіздің күйеуіңізде өсу болмайды. Назад и назад кете береді. Так что принимайте, өзіңіз қараңыз. Мен енемді қатты жақсы көрем. Біздің отбасымыздың шуағы сияқты. Ол кісі болмаса біз өмір сүре алмайтын сияқтымыз. Таңсұлу Давид. Бұл енді көп қыздар жақтырмай қалуы мүмкін сізді, жағымпазданып отыр деп. Но мен сізді жақсы түсінем, потому что вы заслужили сондай енені. Сіз сияқты жақсы әйелді, видимо, сіздің күйеуіңіз де заслужить еткен да. Бұл бақыт. Бағалау керек бұл бақытты. Таңсұлу, Аллах тағала бақытыңызды берекелі қылсын. Күйеуім карта қатты ойнайды, не істесем болады? Принимаем. Все, принимаем. Айтыңызшы күйеуіңізге, айтыңыз. Видимо, күйеуім ойнап жатыр, ақшаны жаратып жатыр, тағы ұтылып қалды, бүйтіп қалды деп алысып келе жатырсыз ғой да, күнде ұлысып келесіз ғой де. Енді сіз айтыңыз. Күйеуім екеуміз ажырасып кеткенбіз, бірақ кездесіп жүрміз, қалай қоям? Қосылу керек. Қосылыңыз. Не үшін кездесіп жүрсіз? Значит, ұнайсыз. Ол да ұнайды, сізде ұнайсыз. Просто қосылыңыз, болды. Үнемі қасында жүретін негатив адамдардың негативін қабылдап алу мүмкін ба? Мүмкін емес. 100% қабылдап аласыз. 100%. Күйеуім өтірікші. Сіз прям шыншылсыз да? Ассаламу алейкум. Как вы 3-й раз замуж вышли? Нам бы одного. Видимо, Аллах так захотел. Қалай айтсам болады? Ондай нәрсені пропаганда жасағым келмейді біріншіден. Мен айттым ғой, бұл менің тағдырым да. Менің тағдырым көпке үлгі болатын нәрсе емес. Оны мойындау керекпіз да. Сондықтан
мен де осындай боламын, ажырасып кетсем удачно тұрмысқа шығамын деп ойламаңыздар. Одан кейін мынандай нәрсе бар да. Мысалы үшін етті де холодильникте сақтаймыз, сүтті де холодильникте сақтаймыз. Екеуі де мұздай жерде сақталады. Но біз етті холодильникте сақтап қойсақ сасытып аламыз. Сүтті холодильник сақтасақ нормально сақтала береді да. Не айтқым келіп тұр? Суықтың өзі бөлініп тұр да. Біз етті морозильникке сақтау керекпіз. А сүтті морозильникке қоя алмайсыз. Хотя екеуі де суық жерде тұру керек та, бұзылып кетпес үшін. Еттің сәл салқындау болса бұзылып кетеді. Бұны мен не айтқым келіп тұр? Біз сол ет сияқтымыз да, примерно. Аса бір суық жерде тұрғатын бір ет сияқты бізге кішкене абайлау керек да. Мен, конечно, өзім айтыламын, это моя жизнь, мен өзім білем деп айтсам болады да. Бірақ мен оны өйтіп айтпаймын, себебі маған қарап отырған қаншама қыз келіншек бар да қазір. Қаншама қыз келіншек бар. Сондықтан мені көріп, мені тыңдаған қыз келіншектің барлығы, вау, ажырасқан деген нормально деп қабылдап қалуы мүмкін да. Сол үшін мен оны пропаганда жасамаймын. Мен сіздерге бірақ нәрсе айтамын. Ажырасу деген қасірет. Ажырасу деген трагедия. Сондықтан сіздер менің трагедиямды қабылдамаңыздар. Сіздер менің сол трагедиядан алған сабағымды қабылдаңыздар. Сонда дұрыс болады да, бәрі. Я вас обожаю, рахмет, бақытты болыңызшы, рахмет. Это ее личная жизнь. Но я публичная личность. Сол үшін бізде личная жизнь жоқ та, өкінішке орай. Сәлеметсіз бе, 28 күндік садақаға туысыма 10-15 мың берсем, толық 28 күндік. Жоқ, көйлек алу ақшам аздау болып тұр деген жауап беріңізші. Ермекбай, былай істеңізші, сіз 10-15 мыңды беріңіз, бірақ 28 күндік садақаны жауап тастамаңыз. Сосын 500 теңгеден болсын дальше продолжайте. Өйткені садақаның шарты каждый день беру керек. Идите в баню, какая вам разница, сколько раз она вышла замуж дейді. Біреудің өмірі неге қызық сіздерге? Қызық болып, мен қызықпын, значит. Мен күйеуім басқа әйелге үйленіп кетті, ортада бала бар, сонда да кетіп қайтып келген қалайсың, алып, не дейді, ойбай. Әуемен көп соқ, не істесем болады, түк түсінген жоқпын. Сіздің ортаңызда балаңыздар, күйеуіңіз басқа әйелге үйленіп кетіп қалғанда, ну кетіп қалса, все кетіп қалды, не істейсіз енді оны? Значит, сізді жақсы көрмей қалды. Ол бір-ақ күнде кетіп қалған жоқ қой. Кетейін деп жүрген кезде қайда болдыңыз? Уже кетіп қалды. Вот, Айнұр ханым, олар сондай сұрақпен сіздің шекараңызға кіріп жатыр. Ал шекараға кірудің қайтарымы қандай екенін? Мен білем, олар білмей жатыр. Мені жамандамаңыздар дейді. Я вас обожаю, рахмет. Қазір бақыттысыз ба? Мен всегда бақытты болғам. Альхамдулилля. Айтамыз, бір нәрсені қатты қаласаң, соны қатты тілеу керек. Мен оларға айтпаймын. Мен айтам, отпускайте важность, снижайте важность деймін. Ситуацию отпускайте деп айтамын. Сізге жекеге сөйлесетін вообще уақытым болып атқан жоқ. 19 мен 24 күндер аралығында Стамбулға келіп атсаңыздар, личный приемдар жасаймын. Маған қазір бір 2-3 адам келіп атыр осы жаққа. Сол кісілермен личный прием жасаймын 5 күн бойы. Сондықтан 5 күндік өте қымбат, сразу айтайын. Келем десеңіздер мархабат. Енем алқаш сияқты жатып ішеді. Не істеуге болады? Қыздарының жаны ашымайды. Во-первых, қыздарының жаны ашығаннан енеңіз арақты қойып кетпейді. Я? Екіншіден, принимать надо. Жаным, алқаш сияқты жатып ішеді деген сөз, оны шығарып тастау деген сөз. Это диагноз. Это не ошибка. Ол күнәсі емес ол кісінің. Күнәсі емес ол кісінің, қателігі емес. Это диагноз. Мысалы үшін сіздің енеңіз төсек тартып, инсульт алып жатып қалса не істейсіз? Көшеге шығарып тастайсыз ба? Шығармайсыз. Бұл да диагноз. Арақ ішкеннің арғы жағында үлкен боль бар, қасірет бар да. Конечно, біз оны шығара алмаймыз, өйткені арақ ішкен адам оны шығармайды. Ол арақпен оны жауып отыр да қазір. Это боль. Мен арақ ішкен адамдардың психологиясын өте қатты білем. Сондықтан ықпал ету өте қиын, потому что ол сонау туған кезінен бастап келе жатқан какой-то бір больді ол жауып келе жатыр да арақпен. Сол үшін оны жек көруге болмайды ол үшін. Жанымыз ашу керекпіз да ол үшін. Сіздің арманыңыз не дейді? Вы супер женщина, я вас обожаю дейді. Рахмет, Мереке, Казжан, рахмет.
Қазақстанда жеке иншаллах келейін, жасаймын. Идеально супер. Гүлбала, золото, рахмет сізге. Қараңыздаршы, принимайте всех, бәрін ақыл деген осы дейді. Я, сіздің арманыңыз не дейді? Кез келген психологияда дінге қарсы агитация жүретінін байқадым мен. Мысалы үшін өзіңе ғана сен дейді да, Луиза Хей айтады. Но мен айтқан болатын, бірінші Аллаға сену керек та, екінші барып өзіңе сену керексің да. Вадим Зеланд айтады, дін деген маятник дейді да. А мен айтам, дін деген ұлы күшті, адамды тәрбиелейтін. Үшіншіден, кез келген Европа психологтан тыңдайтын болып қарасақ, алып тыңдайтын болсақ, отбасылық жағдайға байланысты болсын. Тот же Луиза Хейді алып қарайтын болсақ та, егер сенің семьяң ұнамаса, сен бөлініп кет, это твоя личная жизнь, қалай өмір сүрсең, солай өмір сүресің. Нет, біздің қазақ менталитетіне ол келмейді. Сондықтан менің арманым бүкіл әлемдік психологияда қателіктерді жоққа шығарып, біздің қазақтың психологиясын әлемдік деңгейге шығарғым келеді. Мысалы үшін жаңа ажырасу деген нәрсені әлемдік психологтар, Европа психологтар көп насихаттайды. Развод это нормально дейді да. Если тебе не нравится, все, бөлінде кете бер дейді. Ну, это самый легкий путь, конечно. Бірақ бізде, мысалы үшін, жеті атаға жетіспей біз қыз алыспайтын ұлтпыз да. Бізде қанның тазалығы бар. Тектің тазалығы бар да. Сондықтан біз ажырасуды пропаганда жасайтын болсақ, насихаттайтын болсақ, біз азғындыққа тәрбиелейміз да. Бұл қанның бұзылуына әкеп соғады да. Мысалы үшін мынандай нәрсе болды да, мен Америкадан бір кісілер Қазақстаннан бала асырап алған кісілердің сұхбатын оқыдым да. Америкадан, Алматыдан бір 2 баланы асырап алған, детдомнан. Сонда айтады сол, сіз неге Қазақстаннан бала асырап алып жатырсыз? Америкада сонда жетім балалар жоқ па деп сұраған кезде ол айтады да, Қазақстаннан асырап алған себебіміз Қазақстанда, қазақтарда қан таза екен дейді да. Қан таза екен, поэтому біз қазақтың балаларына қатты құмарттық дейді. Көрдіңіздер ме? Вот осындай тазалыққа бүкіл Европа қызығады да бізге. Мысалы үшін қазір голубой дейміз, лесбиянка, наркотик, наркомания, бір нәрсе, шыр нәрсе. Біздің қазақтан шыққан жоқ, қазаққа кірді. Бұның түп атасы, мысалы үшін Бёрд Хеллингерді айттым, я? Бёрд Хеллингер деген немістің ұлы психологы. Немістің ұлы психологы, вообще білесіздер, жалпы мынау бір жыныстылардың голубойлар ғой, гей дейміз бе, гомосексуализм дейміз бе. Германияда өте көп шыққан. Германияда өте көп шықты, не үшін көп шықты деді. Сонда Бёрд Хеллингер айтты, мен осыны зерттедім деді. Голубойлардың Европадан көп шыққандығының себебі деді. Мысалы үшін Германияда немістерде соғыста, ұлы отан соғысынан кейін бүкіл немістердің балалары өз әкелерінен бас тартқан. Они фашисты деген. Они фашисты деген. Өйткені сол кезде кеңес одағын жеңіп кетті ғой Германия. Сосын осындай кинолар түсіре бастады да, Германияны жауыз фашист қылып көрсете бастады да. Соны киноларды көрген ұрпақ өздерінің әкелерін жек көріп кеткен. Кеңес одағында керісінше әкелерін мақтан тұтты ғой, менің әкем соғысқа қатысқан, менің атам соғысқа қатысқан, батыр дедік қой. Біз солай, Германияда керісінше біздің әкелеріміз фашистер, жауыздар, біз олардан бас тартамыз. Біз осындай әкеміздің осындай фашист болғаннан намыстанамыз, біз оларды жек көреміз деген ұрпақ пайда болды да. Бұның аяғы неге әкеліп соқты? Бұның аяғы әкелер өз балаларына үлгі бола алмай қалды да. Бұның аяғы гомосексуализмді көбейтуге әкеліп соқты да. Өзінің әкесінен бас тартудың аяғы осыған әкеліп соқты. Қараңыздар. Міне осындай біз Европа қазір ашық, Инстаграм полный ашық. Шекараға ашық, әлемнің қай мемлекетіне барасың, жүре бересің да, шекараның бәрін ашып тастады да, аңғалсаң қал. Ол қазақтар тек қана шығып атқан жоқ ол шекарадан. Қазаққа кіріп атыр да, неше түрлі пәленің барлығы. Сондықтан бізге мықтылық керек та, тазалық керек та. Мысалы үшін кеше мен өткенде көрдім, Шымкентте бір арақсыз ауыл деген акцияда ауылдың шалдары жиналып арақсыз ауыл акциясын жасаған. Ешкімге арақ сатқызбайды, ауылда арақ ішкен адам көрсе жазалайды ауылдың ақсақалдары. Вот біздің қазақтың менталитеті деген осы. Вот бұл біздің қазақтың психологиясы да. Осындай психологияны, қазақтың менталитетін, қазақтың психологиясын, қазақтың тәрбиесін бүкіл әлем білу керек та бұны. О тазалық деген не екенін білу керек та.
қазір бізде құндылық жоқ та, тазалық деген нәрсе жоқ. Ұнамай ма, ажыраса саласың, без проблем. Қиналып тұрсың ба, 100 грамм коньяк ішіп ал дейтін психологтар бар. Расслаб, сен демал дейді да. Біздің ауылдың жігіттері ғой, вот сіздің ауылдың туралы бір пост жазу керек болып тұр, соны иншаллах. Күшті, молодцы, мықты вот. Вообще мен өзім ойлаймын, ажырасуға да, көп адам айтады, әйел кінәлі, мен ойлаймын, еркектер кінәлі. Сол жаңағы голубойлар көбейіп кетті ма, наркомания көбейіп кетті ма, ажырасып жатыр ма, қыздар жаңағы жезөкшелік, тек қана еркектер кінәлі. Потому что еркек баста, әйел мойын. Еркектер ие болу керек. Әр ауылда арақсыз акция ма, еркектер қолға алсын, әйелдер бағынады оған. Тұпсана кітабы сатылымға шығып жатыр. Иншаллах 15-інде күнінен бастап пост саламыз. 15 күні. Ассалям, тоғыз, рахмет. Еркектер мықты болу керек. Қазір еркектер инстаграм, комментарий, әркіммен айтысып, тікелей эфирге кіріп, өзін әйелін жақтап, қыздарға лайк қойып, хат жазып, ұсақталып кеткен да. Не жасына, не басына қарамайды. Жезөкшелер дейді да. Олардың сол көше аспаннан түскен қыздар емес қой. Бәрінің әкелері бар, ағалары бар да, тәрбиелейтін. Соларға барып атқанда қазақтың еркектері ғой. Орыс, Қытай барып атқан жоқ, в основном қазақтың өздері барып атты соғанда. Мен әйелге байланысты деп ойламаймын. Әйел үйдің адамы, еркек түздің адамы. Ер адам әйеліне көңіл бөлмесе қалай болғаны. Бұл жерде қыздар, жігіттер, ер адам әйелге көңіл бөлмесе, бұл жерде әйелдің де кінәсі бар. Дәл осы жерде бұл енді екеуара отношения ғой. Потому что әйел өзі көңіл бөлмейтін, өз-өзіне көңіл бөлмейтін әйел да. Однозначно салонға да бармайды, өз-өзін дамытпайды, оқымайды, үйіндегі бір халатты ауыстырмайды, мысалы да. Бір прическамен жүргенде 8 жыл болған примерно. Бір халатпен жүргеніне 4 жыл болғанда сөйтеді да күйеуім көңіл бөлмейді. Сіз бірінші өзіңіз көңіл бөлсеңіз өзіңізге. Еркек, ер азаматтар әйелдерді таңдаған кезде, мысалы үшін жақсы киінген, өз-өзін ухаживать еткен әйел болса, еркек сразу қалтасын ойлайды да әйелге қарайды. Мысалы үшін кейбір жігіттерге қыздар айтып жатасың ғой, мына қыз осындай десең, маған қарайды ма дейді да. Маған қарайды ма, яғни оның ар жағында мен бұны содержать етуге менің жағдайым жетпейді, менде ресурс жоқ примерно да. Еркек әйелге қараған кезде сразу өзінің ресурсын ойлайды. Мен мынаны тарта аламын, или болмаса мен мынаны асырап бағамен қоқырсын, мынаған мен қалтам көтермейді дейді да. Өзінің шамасы келетін адамға салонға ақшасы болмаса деген сылтау қыздар. Мысалы үшін күніне 30 рет приседания жасау үшін ақша керек емес. Күніне бетіңізге просто агуцияды үгітіп жіберіп маска жасау үшін ақша керек емес. Күніне сіз халатыңызды ауыстырып киіп тұру үшін сізге ақша керек емес. Духи сеуіп тұру үшін күйеуің келгенде жұпар иіс себініп отыр дейді да. Не обязательно духи. Аптекаға барыңыз, 200-300 теңгеге арома маслы толып тұр. Апельсин, лимон, все. Сіз уже вкусный әйел боласыз да. Ол үшін ақшасы болмаса деген жоқ. Кітапты Қазақстанның барлық қаласына. Көзім қып-қызыл дейді. Нет, көзім нормально. Мен көзім қып-қызыл ма не? Сізге көп рахмет. Барлықтарыңызға рахмет, Алла қолдасын. Айтбаева, Меру менің тұрақты оқушым, тұрақты шәкіртім. Осы жерде көп деген Беназир Ахмет деген қыз бар, мен постоянно почему-то запомнила, постоянно оқушыларым. Сосын мен ағылшын шәріптермен жазылатын парақшаларды есіме сақтай алмай қалам. Мен далада қаңғып жүрген бомждарды көрсем жаным қатты ашиды, өздерін соншалық тастап қойған. Енді ол жаным ашиды деу керек емес бір жағынан. Потому что сіз жаныңыз ашыған сайын, қиналған сайын, оған энергияңыз кетіп қалады да. Ол өздерінің тағдыры ғой біріншіден. Екіншіден, біз өзімізге көп жүкті. Сіз 1000 жерден жаныңыз ашса да бүкіл бомждың тағдырын өзгерте алмайсыз, оларға жағдай істей алмайсыз.
сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсе де ол. 28 күндік садақа, 28 күндік ораза деген тақырыптарды білгілеріңіз келсе, ертеңгі түпсанаға қатысыңыздар. Дамира, мен сізді жақсы танимын, Маматалиева KZ, мен сізді өте жақсы танимын. Менің тұрақты шәкіртім. Аэропортта емес, жоқ, мен неде отырмын? Сауда орталығында отырмын. Бүгін сабақ болу керек еді. Сабақ бола алмай қалды. Сабақ ертеңгі түсте болатын болды. Түстен кейін болатын болды. Кітап уже шығып қойды. Біз оптым беріп тастадық кітаптың бәрін. 25 мың ғана кітап шықты. Оның ішінде 8 квартира бар, 8 норковый шуба бар, 8 бриллиантовый набор, 8 бриллиантовый блезік, 8 бриллиантовый сырға, 8 бриллиантовый сақина, 80 айдың нұры астауы, 80 айдың нұры домбырасы, 80 кардиган бар. Ақту Тоғжанова, мен бәріңізді жақсы көремін, жақсы помню. Индора ханым, сізді де жақсы танимын. Ертең үлгересіздер. Ертең жетісеміз бе деп қызық екен, я, қай жақтың сөз екен. Ата-анаға жанашу керек. Махаббатпен жанашу, жақсы көріп жанашу, да, аяп емес, жалость емес. Айнұр ханым, сколько стоит вам личный прием? К сожалению, мен личный прием жасап жатқан жоқпын. Вообще уақытым жоқ, өкінішке орай. Бұйырса, наурыз айында біз Қазақстанға келіп, личный приемдармен айналсам, 15 күн ғана. Кішкене личный прием маған ауырлау тиіп кетеді. Өйткені мен сол адам состояниесіне кіріп кетеді екем. Өткенде мен сол Атырау қаласында личный прием жасап, 3 күн жатып қалдым. Қатты қиналып ауырып қалдым. Не болды, все? Шығамыз ба? Ахмет ұстаға барамыз ба? 25 мың көп емес па дейді. Ну, енді ол менің өзімнің білетін, өзім шешетін шығармын, наверное, оны да. Көп па, аз ба? Мен ұттым дейді кітапханша. Мен сізді күнде қалдырмай тыңдаймын. 14 жасар қыз саусақ сорып ұйықтайды. Видимо, емшек көбенбеген шығар, иә қызыңыз? Көшеде біреудің телефонын тауып алсақ не болады? Негізі табуға болады ғой, иесін. Мен сіздермен қоштасамын, менің уақытым бітті. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Ертең болатын түпсана және байлық сабағына біз депрессия деген тақырыпты қостық. Кімде-кім депрессияда жүрсе, қиналып жүрсе, 28 күндік марафонды білгісі келсе, потоктарын ашқысы келсе, вообще өмірін өзгерткісі келсе, вообще өміріне көңілі толмайтындардың барлығына кітап 25 мың деп отыр ма? Жоқ, кітаптың бағасы 6 мың теңге болу керек, сататын бағасы. Біз оптым беріп тастағанбыз арзан бағаға. Сатылатын бағасы қателеспесем 26 мың ау деймін, ол жағын білмедім. Қоштасам, қайырлы түн, күшті ұйықтаңыздар. Сіздердің барлықтарыңызға Аллах тағаланың нұры жаусын. Деп терең демалыңыздар. Дәл қазір қасыңызда кім отыр, сол адамға махаббатпен қараңыз, махаббатпен жақсы көріңіз. Телефонның бетін сипалай бермей, балаңыздың бетін сипалаңыз. Енеңіздің, күйеуіңіздің бетін шашынан, басынан сипалаңыз, жақсы көріңіз. Ертең кездескенше сабақ кезінде. Қайырлы түн.